Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Құралбаев. Бүгінгі видеода сендерге өте керемет ақша табатын схемаларды көрсететін боламын. Тек қана приложение арқылы ақша табатын боласыздар. Осы видеода бүгін сіздерге екі топ приложение көрсетемін. Сол сайттан бүгін осы видеодан кейін сіздер міндетті түрде өз ақшаларыңызды табатын боласыздар. Каналға тіркелмегендер болса каналға тіркеліп кетейік. Видеоға аямай лайк басайық. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, түсінбей қалған жерлеріңіз болса, міндетті түрде комментарийға жазсаңыздар болады, барлығын оқып жауап беретін боламын. Ал ендеше видеомызды бастайық. Достар, ең бірінші ақша табатын приложениеміз ол Proxy Lite деп аталатын приложение. Достар, бұл сайттан, бұл приложениеден сендер ешқандай дым істемей ақша табатын боласыздар. Қазір сіздерге барлығын толық түсіндіретін боламын. Ақшаны Kiwiға, неше түрлі банктарға шығарсаңыздар болады, электронды кошелектарға, және де отзывтары өте керемет. Енді сіздерге толығырақ осы приложениені көрсетейін. Міне достар, осы Proxy Lite приложениесі кірген соң осындай окошко шығады. Сіздер алғашқы тіркелгенде VK арқылы тіркелетін болсаңыздар, сіздерге бір бонусқа бір коин беретін болады. Солсын осындай окошкаға кіреміз. Мына жерде өзіміздің личный кабинетімізде кіріп тұрамыз. Өзіміздің балансымызды көрсетіп тұрады және ваш ID-ді көрсетіп тұрады. Сіздер Proxy Lite-ға кірген соң осы приложениеге ең басында сіздерге реферальный код теру керек болады. Осы кодты теретін болсаңыз, мына ваш реферальный код деп тұр. Осы код теретін болсаңыз, сіздерге бонус берілетін болады. Мен реферал арқылы осында 298 адам жинағам. Осы заработано всего деген жерде 5842 коин деп тұр. 1000 коин бізде 10 рубль, яғни мен 58-4 рубль мен жинаған болатынмын осы сайт, осы приложение арқылы. Главныйға кіретін болсақ, сіздер приложение кірген соң активировать етесіздер. Осы состояние работает деп тұру керек. Тек қана бұл интернет арқылы жұмыс істейді. Работает деген соң үстінен бүйтіп шығып қарасақ, міне Proxy Lite запущен деп тұрады. Яғни сіздерге осы приложение ақша тауып жатыр. Тек қана интернетіңізді қоссаңыз болды. Басқа жұмыстарыңызды ары қарай істей берсеңіз болады. YouTube көресіз бе, білмеймін. Күні бойы осылай қосып қойсаңыз болды. Бір рет қосып қойсаңыз болды, ақшаны өзі таба беретін болады. Және де бұл жерде тағы не көрсетсем болады. Егер технический поддержка бар екен, түсінбеген жерлеріңіз болса, осы жерден де сұрасаңыздар болады. Ежеден бонус ВКонтакте парақшаларына кіргізеді. Группа ВКонтакте дейді, солар ВКонтакте группаларына да көрсеңіздер болады кіріп. Мен осы приложениеден ақша шығарып көрсетейін. Ақша шығару үшін 5 түрлі электронды кошелектер мен банктарға ашарсақ болады екен. Kiwi кошелекқа, Сбербанкқа, номер телефон, любой СНГ-ның барлық осы СНГ-ның номер телефонына ашарса болады. WebMoney кошелекқа ашарса болады екен. Соңғы жерге қарайтын болсақ, соңғы история выплат деген бар. Мен осы сайттан уже 3 рет ақша шығардым. Қарап тұрсаңыздар, успешная выплата деп тұр. Міне 24-64, 12-55, біріншісінде 14-3 рубль осы сайттан ақша тапқан болатынмын. Енді достар, сіздерге дәл қазір сіздердің көздеріңізше ақшаны шығарып көрсетейін. Выводқа кіреміз. Мен Kiwi кошелек таңдаймын. Міне введите Kiwi кошелек деген кезде 7-ден бастап жазамыз. 8-ді жазудың қажеті жоқ. Менде барлық сума көріп тұрғандарыңызда 2497, яғни ол менде 24-97 рубльға тең. Енді мен ақшаны шығару үшін отправить деген кнопканы басамын. Успешно дейді. 2-3 минуттың арасында ақша шығу керек деп тұр. Енді көреміз, енді сіздерге келесі приложениені көрсетейін. Мінекей достар, уже бағана Proxy Lite приложениесін уже ақша келіп түсті. Маған Kiwi'ден уведомление келіп тұр. Мінекей ваш кошелек пополнен на 24 рубля деп тұр. Кіріп қараймыз Kiwi'ға. Мінекей достар, ваш кошелек пополнен на 24 рубля деп тұр. Историяға кіреміз.
Мінекей достар, 24,97 рубль. Выплата от Praxi Lite деп тұр. Хорошего дня. Мінекей достар, бұл сайт өтірік емес, ақша тапсаңыздар болады. Дым да істемей ақша табасыздар достар бұл жерден. Тек қана приложенияға кіресіздер, бағана код тересіздер, болды. Сосын мына жақта Praxi Lite запущен деп үстінде шығып тұрады, телефондарының үстінде. Сөйтіп өздеріңіздің ақшаларыңызды ары қарай таба беретін боласыздар. Енді мен достар келесі приложениені көрсетейін. Келесі біздің ең керемет ақша табатын приложение деп айтсам болады. Бұл Reward деп аталатын приложение. Достар, бұл приложение мен қайта түсіре берем келеді. Түсіре берем, яғни бұл өте керемет приложениялардың қатарына жатқызамын. Өйткені бұл жерде жақсы ақша тапсаңыздар да болады. Және де почти бұл жерден де дым істемей ақша таба бересіздер. Отстарды өте керемет. Күніге задания шығып тұрады. Сол күніне заданияларын орындап ақша тапсаңыздар болады. Және де выводтары өте тез, жылдам ақша шығару жүйесі орнатылған бұл жерде. Енді достар, бұл жерден осы приложениені толығырақ приложениеға көрсетейін. Ссылкаларын міндетті түрде описание қалдыратын боламын. Міне достар, осы Reward приложениесіне кірген соң осындай окошкаға кіретін боламыз. Сіздер ең алғашқы тіркелгенде сіздерге код теру керек болады. Осы кодты теретін болсаңыздар достар, сіздерге алғашқы тіркелгендеріңізге 5 рубль төлейтін болады. Енді қалай бұл жерден задание орындайды дейтіндерге новый деген жерге кіреміз. Мына жерде көріп тұрғандарыңызда 268 бағанағыдай задание шығып тұр. Бұл жерден қалай задание орындайды? Қазір көрсетемін. Мынандай заказ номер 274-976 деген жерге кіреміз. Загруз из Google Play деген басамыз. Бірінші местада тұр мынау. VSCO Filters деген жерге кіреміз. Открыть. Мінекей достар, осы приложениені табамыз бағанағы обойын. Сөйтеміз, установить деген кнопканы басамыз. Достар, қазір установка жасалып болсын, сіздерге ары қарай видеоны жалғастыратын боламын. Достар, бағана приложениені скачать етіп болған соң бізге активный деген менюға кіретін болады. Активный менюға кіретін болсақ, бізде осы приложениені көрсетіп тұрады. Біз осыны загрузить етеміз. Загрузить етіп болған соң 30 секунд қашамыз. 30 секунд қашқан соң өздері осы 4,15 рубльді осы 5 заданиеға бөліп беретін болады. Соңында открытно 8-ші күні, 3-ші күні, 2-ші күні ашсаңыздар, сіздерге бөлек-бөлек ақша беріп тұратын болады. Осылай ақша таба берсеңіздер болады. Тек қана бір приложение ғана жазып қоймай, басқа да приложенияларды жазсаңыздар да болады. Мына жерде толып тұр задание деген. Осы заданиялардың бәрін скачать етіп алып, осылай бағанағыдай көрсеткендей ақша тапсаңыздар болады. Мінекей достар, задание деген енді өте көп көріп тұрғандарыңыздай. Міне көріп тұрғандарыңыздай задание деген жетіп жатыр. Енді историяға кіретін болсам, историяда яғни менің осы қай приложениеден қанша ақша тапқанымды көрсететін болады. Мына осы мысалы осы приложение, найти приложение, яғни скачать еттім, выполнен етеді, открыть. Осы приложениені 30 секундқа аштым, 2,43 рубль берді. Одан кейін 30 тастадым, 1,39 рубль берді. Екінші күні, үшінші күні, 7-ші күні аштым, яғни 0,34 рубльден беріп отырды. Яғни осы 5,18 рубльді сіздерге осы қанша задание бар, соған бөліп беретін болады. Мінекей достар, осы мен осы приложениеден тапқан ақшаларым яқты көріп тұрғандарыңыздай. Бірнеше приложение скачать еттім. Тағы профиль деген жерге кіретін болсақ, ВКонтактеге авторизовать етсек, яғни сол группа ВКонтактелеріне тіркелетін болсақ, бізге 2 рубль беретін болады. Және де марафон деген бар. Әр күні 7 күн сайын кіретін болсаңыздар, сіздерге тапқан ақшаларыңыздан 5% беріліп отырады.
поддержкаға түсінбей қалған сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Создать заявку деген кнопканы басып. Мен енді достар өзіміз тапқан ақшамды көрсетейін, шығарған ақшамды. История выплат деген жерге кіретін болсақ, мен 111 рубль шығарған болатынмын. Мінекей достар, 111 рубль жинадым, сосын Kiwi кошелегіме шығарған болатынмын. Kiwi кошелектен қазір историямды көрсете аламын қазір. Мінекей достар, историяға кіретін болсақ, 12 декабрь күні түскен болатын. Kiwi кошелекке 111 рубль түскен. Мінекей. Бұл сайт, бұл приложение, ревод приложениесі тез төлейтін болады. Арада 1-2 минутта Kiwi кошелегіңізде уже ақшаңыз тұратын болады. Бұл приложениеде өтірік емес, лохотрон емес, барлығы шын. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай ақша түскен. Барлық приложениелердің ссылкасын описанияға қалдыратын боламын. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Түсінбеген жерлеріңізді сұрай беріңіздер, барлығына жауап беретін боламын. Ал ендеше достар, келесі кездескенше аман сау болыңдар.